Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, сіздермен осындай әдемі, оңай әрі тез дайын болатын дрожжалы самсалар жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға тұз, дрожжа және міндетті түрде жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, кішкене уақытқа көтерілуге қоятын боламыз. Ал енді басқа бір ыдысымыздың үстіне тұз, жылы су, маргарин және де көтерілген дрожжамызды салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Онда осылай бөліп қосыңыздар, қамыр қатты болып қалмау үшін. Мінекей ұнымызды салып, зуала жасап алдық, және де көтерілуге жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Көтерілген қамырды осылай қолымызды кішкене майлап, біркелкі майда бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктер осылай майда бола берсін. Егер үлкен қылып қоятын болсаңыздар, самсаларыңызда көтерілген уақытта үлкен болып кетуі мүмкін. Мінекей мен салмасына фарш пен пиязды жақсылап араластырып, қара бұрыш салып дайындап алдым. Және де қамырды кішкене уақыт тындырып алдым. 10-15 минут жетеді. Тынған қамырды осылай қолдың көмегімен жайып шығыңыздар. Үстіне салмамызды салып, мінекей осылай түйіп аламыз. Міне түйгеннен кейін осылай ортасын қатты басасыздар. Сол кезде қатты көтерілмей формасын ұстап қалатын болады. Қалғандарында осылай мінекей түйіп алдым. Үстіне жұмыртқаны жағып, күнжіт сеуіп шығамыз. Және де 220-240 градуста духовкада пісіріп аламыз. Ас болсын.